Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен Айнұр сіздерге айран ұйытудың ерекше құпия рецептімен бөлісетін боламын. Видео басталмай тұрып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Айран сүттен жасалатын ағарған. Айранның пайдасы мен қасиеті мол. Түрлі тағамдардан уланып қалған жағдайда осы айранды қолдансаңыз болады. Ең алдымен сүтімізді пісіріп аламыз. Пісіп болған соң оны 15-20 минут қайнатып аламыз. Осылай араластырып тұруымыз қажет. Бұл рецептің ерекшелігі сүтіміздің жарты сағатқа қайнауы, яғни сүтіңізді көп қайнатсаңыздар, айраныңыз сонша қою болып шығады. Сүтімізді қолымыз күймейтіндей етіп суытып аламыз. Бір қасық айранымыздың үстіне бір қасық сметана саламыз, яғни қаймақ саламыз. Жақсылап екеуін араластырып аламыз. Айранымыздың қышқыл болуы ол сіздің сүтіңізді ыстықтай құйғаныңызда қолыңыздың күймейтіндей қылып сүтімізді жақсылап суытып алуымыз керек. Сіздердің де айрандарыңыз сұйық болып жүрсе, менің әдісіммен пайдаланып көріңіз. Ыдысымызға сүтімізді құямыз. Достар, есте сақтаңыздар, дәмді тәтті айран болуы сіздің ол ұйытқыңызға байланысты. Қоспамызды салып, яғни ұйытқымызды салып, жақсылап араластырамыз. Бетін пакетпен немесе крышкамен жапсаңыз болады.